Достар, бүгін сіздермен осындай лайфхакпен бөлісемін. Үлкен тостақ алып, ыдыс жуатын гельден түбінен құйып аламыз, және 1 ас қасық тұз саламыз, 6 ас қасық нан содасын салып, әбден араластырамыз. Әбден нан содасы мен тұзы езілгенше араластырамыз. Осындай міне массамыз пайда болды. Бұл массаны ары қарай 2 ас қасық уксуспен араластырамыз. Оны әбден тағы да бұлғап, ішіндегі нан содасы мен ас тұзының араласуын әбден қадағалаймыз. Кейін 2 стакан ыссы су, мұздай су емес, достар, ыссы су құйып, оны тағы да араластырамыз. Ішіндегі нан содасының барлығы езілу керек. Содан кейін 5-10 минут қойғаннан кейін бұл үлкен көбік, яғни реакциямыз басылып, қалыпқа келеді. Кейін осындай кез келген бір ыдысқа құйып қойып, губкамызға, ыдыс жуатын орамалымызға сәл-пәл ғана тамызсақ болды. Ыдысымызды көпіртіп, оған қоса әр ыдысқа өң беріп, жылтыратып жуады. Ал менің лайфхагым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, пайдаланып көріңіздер.